Үш жігіт үш бұрыш болып жатып ұйықтайды. Себебі еш қайсысы ортада жатқысы келмеді. Сөйтсе кеше ғана ұйықтар алдында олар төртеу болған екен. Кешке палатка ішінде әңгіме үстінде біреуі табиғатқа шыққанда шет жақта ұйықтауға болмайтынын, ол орын елестерді көбірек тартады деп айтып қалады. Мұны естіген Джек қатты қорқып, басқалардан орын ауыстыруды сұрады. Олар келіспеген соң, ол әзілдеп, егер елестер мені өлтірсе, қайта оралып, ең алдымен ортасында жатқан адамды өлтірем дейді. Бірақ ешкім бұл сөздің шындыққа айналарын күтпеген еді. Келесі күні Джек өзенде қайықпен жүргенде қатты ағыста жоғалып кетеді. Кешке тірі қалған үшеуі ұйықтауға жиналады. Бірақ ешқайсысы ортада жатқысы келмейді. Олар дауласып жатқанда сырттан аяқ дыбысы естілді. Біреу палаткаға жақындап сыдырманы баяу аша бастайды. Барлығы қатты үрейленді. Абырой болғанда жоғалып кеткен Джек қайтып келген екен. Үшеуі еш күмәнданбастан оны қуанып қарсы алып, бірге ұйықтау үшін палаткаға кіргізді. Түн ортасында екеуі ұйықтай алмай, сыртқа шығып темекі шегеді. Палаткада Джек пен тағы бір адам ғана қалды. Кенет Джектің денесі тоқтаусыз дірілдеп, аузынан қырылдаған дыбыстар шыға бастайды. Ер адам осы дыбыстан оянып оған жақындады. Бірақ Джек өлі адамға ұқсап жатқан еді. Бірақ бұл жай ғана қорқынышты түс болған екен. Осыдан соң іште қалуға батпай, ол да сыртқа шығып кетеді. Дәл сол сәтте олардың бірінің дәретке барғысы келіп, орман ішіне қарай бет алды. Бірнеше қадам ғана жасағанда қасынан Джек пайда болып, өзі де бірге баратынын айтады. Амалсыз жігіт оған еріп жүрді. Кенет ол Джектен су тамшылап тұрғанын байқайды. Үсті басы малмандай су. Жаңа ғана судан шыққандай. Ол сәл шошынады. Дәрет сындырмақ болған сәтте суда қалқып бара жатқан мәйітті көреді. Оның бозарған жүзі қасында тұрған Джектің түрімен бірдей еді. Фильмнің атауы «Фобия».